Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен біз 3D браслет тоқитын боламыз. Магнитті браслет десеңіз де болады, 3D браслет десеңіз де болады. Бұның тоқылу жолын менімен бірге көріп жасасаңыз болады. Мінеки асты өрінді. 3D дейтін себебі міне үстінде осылай беконуспен тоқылған, қолға өте әдемі көрінеді. Қалаған түсіңізбен жасауға болады. Мінеки бір түспен жасалған түрлері де бар. Асты тоқылған болып әдемі көрінеді. Мінеки бір түстен тоқылған түрлері. Және де мынау екі түсті араластырып тоқуға болады. Қанық түспен ашық түсті біріктіріп. Одан кейін сіз өзіңізге сыйлыққа берген жағдайда, я болмаса сатылымға шығаратындай болсаңыз, осылайнан қаптап сатуыңызға да болады. Өте өзін сақтайды, әдемі көрінеді. Ендеше бүгін бізге браслетке қажетті заттар осындай магнитті, мінеки осылай ашылады. Магнитті браслет бекіткіш. Қолға тағатын кезіңізде мінеки астынан кіргізесіз. Мінеки осылайнан кіргізіп тағуыңызға болады. Өте жылтырайды. Ашатын кезде осы ашық басынан тартсаңыз, мінеки оңай ашылады. Тағы көрсетіп жіберейін, міне астынан тартқан кезде міне ашылып, қайтадан браслеттің жабып тұрғанына, ұстауына өте көмегін береді. Мен бүгін қанық түспен ашық түсті біріктіргім келіп тұр. Себебі менде бірдей түстен жасалғандар өте көп. Бір ғана екі түспен араласқан түсін жасағанмын. Бүгін мен осындай ашық розовый түсті және де сыриді біріктіріп жасағым келіп тұр. Себебі екеуі де өте әдемі көрінетін түстер. Біріктірген кезде қандай түсті болып шығады, бірге көреміз. Бізге қажетті және де ине. Мен өте ұзын етіп алдым жібімді. Себебі браслетке түйінді түсіргім келмейді көбінде. Осы жіпті жетеді деп ойлаймын. Соңына дейін осымен тоқып шығуға тырысамын. Енді бізге 20 бисер қажет. Менде чишки бисер. Барлық өлшемдері бірдей. Кеше сіздерге айтқанымдай, осының алдындағы абудок жасау видеосында да мен чишки бисермен жасаймын деп айттым. Себебі формасы айнымас үшін. Мінеки менде қазір мына 4 бөлшектен болғандықтан мен 20 бисер аламын. Қазір мен 5 алдым. Тағы да 5 аламын. 2, 3, 4, 5. Мінеки 10 болды. 2, 3, 4, 5. 15. Мынау 4-ші бөлігіміз. Мінеки 5. Осыны соңына дейін апарамыз. Жібіңіз шатасып қалмау қажет. Осылай ұшын кішкене ғана бөлшегін қалдырасыз. Бізге тағы да 5 аламыз. 2, 3, 4, 5. Енді мына жердегі 5 бисерге барасыз мұны. 5-ші бисерді өткізесіз. 5-ші бисерден кері қарай өткізесіз. Бізде сонда мінеки тоқымаға дайын болады. Тағы да 5 аламыз бисерден. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Мінеки тағы да 5-шіден өткіземін. Мына ұшын не себепті кішкене қалдырғанымды сіздерге қазір көрсетемін. Бір-бірінің бұрышына барған кезде бұл түйінделуге өте оңай болады. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Осылайнан 5-5-ден алып отырасыз. Бұл бірінші қатарымыз. 1, 2, 3, 4, 5. Мінеки ең соңғы 5-ке келген кезде
мінекей осылай бір-біріне басы біріккен бойда түйіндей қоясыз. Бисеріңізге өте грубо түйін түспейді, және де бисер шашылып кетпес үшін осылайынан ұстатып қоямыз. Бұны ең соңында қайшымен қырқып кішкене ғана отқа күйдіріп жіберсек, қатты грубо көрінбей тұрады. Енді екінші бөлімде уже тағы да 5 бисерді аласыз. 2, 3, 4, 5. Бірақ уже бұл жерде не себепті 5 десеңіз, міне уже біз тоқуға кірсеміз, міне үшіншіге өтіп отырасыз. Жаңағыдай 5 емес, 5 бисерді қосқанмен, бірақ кері жүрген кезде үшінші бисердің ортасынан өтіп тұрасыз. 2, 3, 4, 5. Міне көріп тұрғандарыңыздай, міне 5-ші, 3-ші бисер. Қателесіп кеттім. Мінекей достар, браслеттің негізгі бөлімі бірінші тоқымасы дайын болды. Енді біз екінші 3D ғып тоқу үшін екінші бөлігін тоқитын боламыз, яғни беконусты үстіне қаптаймыз қазір. Ол үшін міне достар, мына ортадағы тоқыманың бұрышынан жүріп отыратын боламыз. Жаңа үштіктен өріп өткен жолдар. Міне бір бисерді аламыз, бір беконус, тағы да бір бисер. Содан кейін мінекей үшінші тоқылған браслеттің ортасы. Бір бисер, бір беконус, бір бисер. Тағы да ортадағы жолдан жүріп өтесіз. Мінекей алғашқы бөліктері дайын. Мінекей екінші жолға түсетін кезде міне қасында бисерді алып өтесіз. Ортаңғы бисерге жүріп өтіңіз. Мінекей сонда екінші бөлікке дайын. Иксталған орындардың қақ ортасынан өтіп отырамыз. Ашық окошкаларды өреміз үстін.
Мінекей достар, біздің браслетіміз дайын болды. Асты осылай өрінді. Өте әдемі шықты тоқылған. Бетіне осындай розовый мен серебристый цвет. Өте ерекше. Кез келген сумкамен, көйлегіңізбен жарасады. Енді біз бұны магнитке бекітеміз. Магниттің осындай домақшалары болғандықтан осыны жіпке тартып, бисердің ортасынан өткізіп орналастырсаңыз болады. Мінекей әр бисердің арасынан өткізіп отырып, мінекей бір жағы бекітілді. Екінші көзін бекіту үшін мінекей бірнеше бисердің арасы ашық қалмас үшін жіппен өткізіп жіберсеңіз болады, инемен. Қатты көрініп қалмасын десеңіз, осылай бисерлердің арасынан өткізіп жіберіңіз. Және де мінекей осылайнан өріп кете бересіз. Бисердің ортасынан өткізіп отырып орналастырамыз. Сонда біздің бекіткішіміз дайын болады. Және де мына мықты жіп болғандықтан бұл жібермейді. Және де арасында қатты көрініп тұрмайды. Достар, осы жерде магнитті бекітіп болған соң, астыңғы бөлікте тоқылған бисердің бірнеше жолынан жүріп өтіңіз. Сонда сізге жіпті түйіндеп қажеті жоқ, жібіңіз шықпайтын болады. Мінекей достар, екі бетінде бекіттік. Браслет дайын. Өз қолыңызбен демде жасап алуға болады. Аз шығын кетіп. Сататын болсаңыз да қымбатқа сатсаңыз болады, бизнес бастасаңыз. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз.